Сәлем Найман каналының көрермендері. Дүние жүзіндегі ең құпия адамдар жайлы бүгін екінші видеомызды ұсынамыз. Видеомызды бастамас бұрын ең қызықты World of Tanks ойынын ұсынбақпыз. Бұл ең мықты әскери танкілер соғысы. Адамзат тарихындағы жасап шыққан кез келген танкіні таба аласыз. Өте қызықты онлайн ойындардың бірі. Егерде мықты болсаң, онда оны соғыста дәлелде. Тіркелу 1 минут. Ендеше видеомызды әрі қарай жалғастырамыз. ...1954 жылы Жапонияның Ханеда әуежайында қызықты жайт орын алады. Тексеріс кезінде бір кісі күдікке ілінеді. Түр әлпеті қарапайым жолаушыдан айырмашылығы жоқ. Костюм шалбар киген кәсіпкер адамға ұқсайды. Ер кісі барлық сұрақтарға француз тілінде жауап берген. Бірақ та бірнеше тілде еркін сөйлей алған. Паспортын тексерген кезде бірнеше елдің мөрі болған. Сонымен қатар Жапонияның мөрі де қойылған. Ең қызығы, ол өзінің Таурет деген мемлекеттен келгенін айтқан. Бірақ та ол мемлекет жайлы әуежай қызметкерлері ешқандай мәлімет таба алмаған. Ол кісіге Тауретті картадан көрсетуін өтінгенде ортасын көрсеткен. Ол кісінің өзі картадан ол елдің неге жоқ екенін түсінбеген. Әуежай қызметкерлері осыған дейін ондай ел картада мүлде болмағандығын айтқан кезде ол кісі қатты таңғалған. Тауреттің жүздеген жылдар бойы бар екендігін айтқан. Өз паспортынан Таурет мемлекетінің мөрінде көрсеткен. Сосын ер кісіні қонақ үйге жайғастырған. Есігінің алдында қаруланған оққағарларды да қалдырған. Ертесіне іздеп келген кезде ол кісі жоғалып кеткен. Есіктен шықпағаны анық, ал терезелер өте биік жерде орналасқан. Ол жерден шығу мүмкін емес. Сол күні әуежайдан ол кісінің бүкіл заттары жоғалып кеткен. Темір маска киген адам. 1669 жылы министр Людовик 14 Францияның Панироль қаласындағы түрмеге хат жазады. Хатта түрменің жертөлесінен арнайы дауыс өткізбейтін камера дайындауын өтінген. Бұл камераның ерекшелігі іші аристократтарға арналып жасалған. Сонымен түрмеге маска киген қылмыскерді алып келеді. Қылмыскердің кім екендігі, не үшін түрмеге түскендігі түрме басшылығына мүлде айтылмаған. Камераның алдында үнемі сақшылар тұрған. Қылмыскерге тек арнайы сөздерді айтуға рұқсат етілген. Кез келген басқа сөзді айтса, немесе маскасын шешетін болса, сақшыларға бірден оны өлтіру бұйырылған. Қылмыскер 1703 жылы өлгенге дейін сол жерде болған. Бұл маска киген адам кім? Не үшін темір маска киген? Қандай қылмыс жасағаны белгісіз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ол кім? Өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар. Бұл адам жайлы кинода түсірілген. Атақты Голливуд жұлдызы Леонардо Ди Каприо сомдаған. World of Tanks. Ең қызықты онлайн ойын. Ойынға тіркелу үшін сілтемені төменде жазып қалдырамыз. Міндетті түрде ойнап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.